Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын дымляма жасайтын боламыз. Бұны әр жерде әр қалай атайды. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Бұл тамақтың бір жақсы жері барлығын ретімен орналастырып қойсаңыз, өзінің бабымен пісіп тұра береді. Алдымен қазанымызға майымызды салып, үстінен етіміздің барлығын біркелкі етіп орналастырамыз. Егерде сіздер ондай қойдың майын ұнатпайтын жағдайда кішкене ғана, егерде етіңіз майсыз болса, кішкене ғана сұйық май құйсаңыздар болады. Егер етіңіз майлы болса, ешқандай да май құймай жасай бересіз. Дәміне қарай тұз және де бұрышын саламыз. Содан соң пиязымызды осылайынан турап алып, барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Пиязымызды қойып болғаннан соң болгар бұрышымызды қойып шығамыз. Менде қатырылған болгар бұрышы. Содан соң барлығын біркелкі етіп, барлық жеріне жеткізіп, бөліктерге бөліп қойып шығамыз. Бізге тағамның дәмін өте керемет етіп беріп тұрады. Және де осылайынан домалақ етіп туралған сәбіздерімізді барлық жеріне біркелкі етіп қойып шығамыз. Барлығын бірден салып тастамаймыз, кішкене алып қаламыз. Барлығын өткен кезекпен орналастыратын боламыз. Содан соң чеснокты екіге бөліп саламыз және де помидорларымызды салып шығамыз. Содан соң картошкаларымызды салып шығамыз. Тағы да үстінен дәміне қарай кішкене тұз, бұрыш саламыз. Тағы да жаңағы қоспаларды қайталап орналастырып шығамыз. Алдымен пиязымызды, содан соң помидорымызды және де чесногымызды бөліп саламыз. Содан соң сәбізімізді салып шығамыз. Тағы да болгар бұрышымызды бөліп салып аламыз және де сәбізімізді, пиязымызды, картошкамызды дәл жаңағыдай қайталап шығатын боламыз. Барлығын осылайынан орналастырып алғаннан соң үстінен тағы да дәміне қарай тұзымызды, паприкамызды саламыз. Паприканы көбірек сала берсеңіздер де болады. Содан соң осылайша капусталарымызбен бетін жауып, тағы да кішкене паприка, тұз сеуіп, осындай укропымызды салып қоямыз. Қыздар, бұл тамаққа су құймасаңыздар да болады, өзінің бабымен әдемі болып су шығып тұрады. Егерде кішкене суын көп қылғанын қаласаңыздар, осылайша қайнаған суға ішіне томат, тұз және де бұрыш салып араластырып, үстіне құйып қойсаңыздар болады. Суды да көп қоспаймыз. Мына жерде көп болып көрініп тұрған болу керек. Мен жартысын ғана қостым. Содан соң қазанымыздың бетін жауып, газдың астына алдымен бір қайнағанша қатты қойып, содан соң жай отына қойып, 1-1,5 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің тамағымыз дайын болды. 1,5 сағаттың ішінде пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмі де өте дәмді, әрі иісі де керемет болып тұрады. Тағамымызды піскеннен соң бетіндегі укроптарды алып тастаймыз және де осылайша тарелкамызға әдемілеп салып ұсынатын боламыз. Қыздар, өте дәмді әрі оңай жасалатын тағамдардың бірі, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бұл тағамымыздың еті өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Өйткені барлық көкөністер бір-біріне өзінің дәмі сіңіп, өте керемет болып тұрады. Бұл тағамның ерекшелігі де сонда, өзінің буында көкөністердің бір-біріне дәмі сіңіп тұратын болады. Осылайша бетіне суын құйып, согын құйып ұсына берсеңіздер болады. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.